Жылқы майын азиялық көшпелі халықтар ежелден бері дәрі ретінде қолданып келеді. Олар жараларды, кесілген жерлерді, жәндіктердің шағуын майлап, гипотермия кезінде аяқтарын ысқылап, қатты дала желінен бет терісін қорғау үшін бетке де жағып жүрген. Сонымен қатар маймен құнарлы және жоғары калориялы тағамдарды дайындаған. Оның көмегімен көшпелілер күш қуатын арттырып, қалпына келтіріп отырған. Жылқы майының құрамында бұлшықеттер мен сүйектерге, жүйке жүйесі мен иммундық және жүрек қан тамыр жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті А және Е дәрумендері, алмастырылмайтын амин қышқылдары мен омега-3 май қышқылдары бар. Қазақ ата-бабамыз жылқыны ежелден қасиетті жануарға жатқызған. Жылқы майының құрамындағы маңызды амин қышқылдарының, соның ішінде аргининнің көп болуына байланысты, жылқы майы холестеринді азайтады және оны табиғи ыдырау арқылы денеден шығарады. Жылқы майы әртүрлі қанықпаған қышқылдарға бай. Оның пайдасы адамның жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Веноздық жүйе жақсы айнала бастайды. Жылқының майлы массасы бауыр ауруларына дерлік панацея болып табылатын тамаша холеретикалық функцияға ие. Дәстүрлі медицинада жылқы майын омыртқааралық грыжа, суық тию, пневмония, дислокация, сүйек пен буын ауруларын емдеу үшін және олардың алдын алу үшін пайдалануды ұсынылады. Халық емшілері туберкулезбен зақымдалған өкпе жасушаларын қалпына келтіру үшін жылқы майын қолдануға кеңес береді. Жылқының емдік майын пайдаланып, омыртқа аралық грыжадан құтылудың ескі әдісін қолданып көрсеңіз болады. Омыртқаның грыжасына арналған дәрілік терапия осы дәстүрлі медицина рецептін өз денсаулығыңыз үшін қорықпай пайдалануға мүмкіндік береді. Табиғи жылқының майын кішкене жоңқаларға кесіп, оны алдын ала дайындалған полиэтилен пленкасына салыңыз. Пленканың жоғарғы бөлігін шүберекпен жабыстырыңыз. Бұл компрессті арқаның ауыратын жеріне таңсаңыз болады. Әдетте ауырсыну жарты сағаттан кейін басылып қалуы мүмкін, бірақ сонда да компрессті шешпей, бір күн бойы ұстағаныңыз жөн. Жылқы майының да етінің де пайдалы екенін барлық қазақ халқы біледі. Жылқы майын тоңазытқышта 15 градус Цельсияда аспайтын температурада бір жылдай жақсы сақтауға болады. Мұздатылған күйінде сақтау мерзімі 1,5 жылға дейін артады. Негізінде жылқы майын әлем мойындауда. Жапонияда жылқы майы қосылған жақпа майлары көп жылдар бойы шығарылып келеді. Бұл құрал экземадан нақты құтқару болып табылады. Жапонияда жылқы майынан көптеген жақпа майлар, кремдер жасау қолға алынған. Соның ішінде ең бір жақсы айта кететіні бұл экземадан арылу үшін жылқы майынан жасалынатын емдік кремдер. Жылқы майының емдік қасиеттері Азияда ашылған және әлі күнге дейін тірек қимыл жүйесін емдеуде қолданылып келеді. Остеохондрозды, ревматизмді және омыртқа грыжасын емдеуде үлкен тиімділігін көрсетіп дәлелдеді. Жылқы майының құрамында омега-3, 6, 9 сияқты май қышқылдары бар. Сондай-ақ жылқының майында натрий, калий, кальций, магний және темір сияқты минералдар да кездеседі. Негізінде қоректік заттардың буынға жеткізілуін тездетіп, шеміршек тінін қалпына келтіреді. Буындардың серпімділігін қамтамасыз етеді. Жасушаларды қалпына келтіреді. Сыну қаупін азайтады және дистрофиялық процестерді болдырмайды. Сүйек және бұлшықет тінінің функционалдығын қамтамасыз ете алады. Коллагеннің одан әрі ыдырауын тоқтатып, серпімділікті сақтайды. Міне көріп отырғандарыңыздай, өздеріңізде білетін жылқы майының пайдалылығы біздің ағзамыз үшін өте орасан зор. Сіздермен болған денсаулық байлық арнасы ақпаратты пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Сіз өміріңізде жылқы майын жиі пайдаланасыз ба? Осы сұрақтың жауабын комментарийге жазып кетсеңіз де болады.